Қайырлы күн баршаңызға. Осындай жұп-жұмсақ болып шығатын, май жұтпайтын шелпектің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер дәл осы рецептпен. Ыдысымызға ыстық жарты кесе суымызды құямыз. Жарты кесе сүтімізді құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Ең бастысы суымыз ыстық болу керек. Жарты қасық тұзымызды және бір шай қасық қантымызды саламыз. Сары майымызды саламыз. Және үстінен ұн сеуіп, керегінше ұн сеуіп, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Осындай қолға жабыспайтын қамыр жууға қажет. Қамырымызды 20-30 минутқа бетін жауып қоя тұрамыз. Қамырымыз жарты сағаттарда 2 столдың үстіне ұн сеуіп, қамырымызды шұжықтың формасына келтіріп алып, кішкентай бөліктерге бөліп шығамыз. Менде 12-13 шықты. Әрбір бөлікті дөңгелетіп қолымызбен жайып шығамыз. Енді осы дөңгелектерден шелпегімізді жаятын боламыз оқтамен. Екі жағын ұнға аунатып, осылай дөңгелетіп жаямыз жан жағын. Біздің шелпектің қамыры, яғни жайылып атқан 2-3 мм болу керек қалыңдығы. Одан жұқа немесе қалың болып кетсе, шелпегіміз дұрыс піспейді. Енді шелпегімізді қатты қызып тұрған отқа екі жағын аунатып, әрбір жағын 1-2 секундтан қуырып аламыз жақсылап. Міндетті түрде шелпегімізді қатты қызып тұрған отқа пісіруіміз керек, себебі шелпегімізді май жұтып алады. Міне шелпектеріміз дайын болды. Егер сіздерге осы видео ұнаса, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.